Жетекшіммен жүріп ем. Студенттік шақ барлығымыздың есімізде алтын әріптермен сақталған керемет күндер ғой. Бірде тоқ, бірде аш. Жатақхананың аядай бір бөлмесінде 4-5 бала бірге жатып, бір нанды бөлісіп жеген уақыттар-ай. Көпшілігіміз ауылдан келіп, қаланың тыныс тіршілігіне үйренісе алмай, жазық даланың, ауылдың шаң топырағын аңсап, сағынушы едік. Ал енді біріміздің ғашықтық сезіміміз оянып, қыздарға көз тастап жүрген кезіміз. Бірақ мен өзіме таң қалатынмын. Өйткені менімен жасты жігіттер жас қыздарға сезімдерін білдіріп жатса, мен пайдасы тиетіндерге тиісетімін. Олай дейтінімін, жатақхананың асханасына жасы 30-дан асқан, әлі тұрмысқа шықпаған бір қыз жұмыс істейтін. Жұрттар сабақтан тыс уақытта кітапханада болса, мен әлгі қыздың жанында болатынмын. Оның жанына серік керек болса, маған тамақ керек дегендей ғой. Бір мезгіл сабағыма қатысып, қалған уақытым асханада өтетін. Жанында әңгімемді айтып, тіпті жасыма қарамай сезімімді білдірдім. Қай бір сезім дейсіз, бәрі күнкөрістің қамы ғой. Не керек, өзімнен 12 жас үлкен әйелмен көңіл жарастырдым. Ақиқатына келсек, екеумізде де бір керемет сезім жоқ. Тек тән қалауы деуге келетін шығар. Алайда бұл ұзаққа созылмады. Небәрі жарты жылға жетер-жетпес уақытта әлгі асхананы басқа біреу жалға алып, біздің арақатынасымызға бір жола нүкте қойылды. Сонымен қайтадан қарны бірден тоқ, бірде аш студентке айналдым. Оның үстіне емтихан уақыты жақындап келе жатыр. Асханада жүрген баладан қайдан білім болсын? Сөйтіп, енді не істесем екен деп жүрген уақытта жетекшіміз жұмыс орнын ауыстырып, бізге басқа бір жетекші тағайындалды. Жас шамасы 25-тердегі қара торы, орта бойлы апайды бізге бекітіпті. Әуелі әдептіліктен аспай, студент ретінде білмейтін сұрақтарымды сұрап, бір оқымысты адамдай алдағы емтихан жайында сөз қозғадым. Екінші күні жеке басын қызықтап, әлі тұрмысқа шықпаған шығарсыз, жап-жассыз ғой, деп өтірік мүләйімсідім. Сөйтсем, тұрмысқа шығып, ажырасқан бір қызы бар болып шықты. Өзіме де керегі сол ғой. Күннен күнге іші бауырына кіріп, жақын араласа бастадық. Менің ойымша, оған да осы керек болды. Өйткені қоңырау соғылғанда бізге келіп, өтірік болса да бір нәрселерді айтып кететін. Ақыр аяғында үйіне шығарып салатын болдым. Өйткені дүкенге соғып, азық-түлік алады. Оны көтерсетін адам керек дегендей. Ал қызын балабақшадан кешкісін бірақ алады. Оған дейін жүгін көтеріскен болып, үйіне барып шай ішетінмін. Шайдың аяғы сезімге ұласып, бір-бірімізге риза болатынбыз. Кейде қонып та қалатынмын. Өйткені жетекшінің өтініп тұрғасын қалай кетіп қаласын. Қызым балабақшадан әкеліп, 1-2 сағат ойнатып ұйықтататынбыз. Ары қарай жетекшімен қалағанымызды істейтінбіз. Ол ма, одан бөлек емтиханның уақытында менің құдайым беретін. Себебі сабақтарымның барлығы 4-5-ке жабылды. Әйтеуір, емтиханға қатысып отырсам болды. Арғы жағын жетекшім шешіп беретін. Ол аздай топтағы студенттерден ақша жинап емтиханнан өткізетін. Мысалы, жетекшінің сабағынан 5 алғысы келетіндерге 5 мыңнан, 4 алғысы келетіндерге 4 мыңнан жинап аламын. Сосын оның көп болса 1 мың немесе 2 мың беріп, қалғанын өзім алып қалатымын. Бір топта 26-27 студенттен болады. Бір топтан ғана жинап қоймаймын ғой, 2-3 топтан шығаратым. Не керек, емтиханның соңында қалтамда кем дегенде 100-120 мың ақша жиналатын. Қазір ойласам, намысым келеді. Құдды маңдай термен тапқан ақшам секілденіп, шіреніп киініп алатымын. Өзім қатарлы студенттер емтихан жақындаған сайын қорқып, күндіз-түні кітап оқып, жатпай тұрмай дайындалып жүрсе, мен қамсыз жүретімін. Керісінше, емтихан ертерек басталса екен деп асыға күтетімін. Сөйтіп жүріп, 4 жылдың қалай өткенінде байқамай қалыппын. Бастысы дипломымды қолыма алып, ауылға қайттым. Сөздің ашығын айтқанда, басымда түк жоқ болса да, дипломның іші 4-5-ке толы болды. Ауылда дипломды көрген жұрт қызыға қарап, әй жарайсың, еркек балдар оқымайтын еді, әйтеуір диплом алып қуантатын. Сен болсаң бір сабақтан 3 алмай үздік оқыған екенсің. Енді кез келген жерге жұмысқа тұра аласың ғой деп
мақтады дейсіз. Оған әке-шешем мәз, кәдімгідей қуанып жүр. Алайда мен шынайы қуана алмадым. Өйткені қойылған бағаның жалған екенін менен басқа ешкім білмейтін. Жарайды, бұның бәрі өтті кетті. Әке-шешем жүгіріп жүріп, таныс тауып жұмысқа орналастырды. Жұмыстағылардың көпшілігі өзім қатарлық қыз-жігіттер. Олар студенттік қызықтарын айтып, бір-бірін түсініп, ел-селі болып күліп жатады. Ал мен болсам, оларды түсіне де алмаймын. Қосылып әңгіме де айта алмаймын. Неге десеңіз, менің студенттік жылдарым үлкен әйелдерді аңдумен, тамағымды тойдырумен ғана өтіпті ғой. Ең қиыны, өзімнен кішкентай қыздармен сөйлесе алмайтын сияқтымын. Бір түрлі жасқанып тұрамын. Әке-шешем болса, балам, оқуыңды бітірдің, жұмысыңды істеп жатырсың, енді үйленгенің жөн. Біз де немере сүйгіміз келеді деп, күн сайын шай үстінде айтып отырады. Әрине, өзімнің де үйленгім келеді. Бірақ қыздардың артынан жүгіріп, олардың жағдайын жасай алмайтын сияқтымын.